Қазақ халқы мен Қарашай халқының түбі бір. Оның дәлелі ретінде Магаш қаласындағы тұрған тастан істелген мүсінді айтуға болар еді. Онда біздің бабаларымыздың дәл бет әлпеті көрініп тұр. Адам бойынан екесе биіктеу ескерткіш. Бұл түркі тұрпатты жауынгер. Ғалымдар оны 8 бен 12 ғасырлар аралығына жатқызады. Тап сол кезеңдерде таудың осаңғарын алаңдар мекен қылыпты. Анығы мемлекет құрып, Магас дейтін астана салса керек. Демек, бүгінде өздерін аландардың ұрпағымыз деп атайтын Балқардың да Қарашайдың да төп атасы Түркі Қыпшақ деуге толық негіз бар. Генетически показывается, что Генетикалық зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, Қарашай халқы Алан мемлекеті ыдырағаннан кейін тарих сахнасына көтерілген. Яғни аландардың тікелей ұрпағы боламыз. Аландар түркі тілінде сөйлеген. Айта кету керек, Иран тілді аландар тарихта болмаған. Ол кеңес үкіметі тұсында ойдан шығарылған ақпарат. Мәселен, Қыпшақтардың Кодекс Куманикус кітабындағы сөздердің 80% Қарашай тілінің қолданысында бар. Демек, Қарашай Қыпшақтың бір тармағы деген сөз.